Менің атым әліппем, үйретемін әріптен. Оқу білім сұрасаң, барлық бала дәріптер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. А дегенім ана ғой, Б дегенім бала ғой. Меніменен достасып, білім нәрін ала ғой. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Ал балалар келіңдер, үйреніңдер, көріңдер, 42 әріпті жатқа айтып беріңдер. Рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе арналады бүгін жыр саған. Әліппе алғысым шексіз бір саған. Таныстық әріппен, ең алғашқы білімді алдық мол. Рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе арналады бүгін жыр саған. Әліппе алғысым шексіз бір саған.
Құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар, бүгінгі рахмет саған әліппе атты мерекемізге қош келдіңіздер. Осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығына қысылада қызыға аттаған бір отбасының тұңғышы, бірі кенжесі, ата-жесінің сүйікті де еркесі болып жүрген ұл қыздарымыз өздерінің ең алғашқы оқулы болған әліппемен бүгін қоштасқалы отыр. Армысыздар, ұстаздар, білім іздеп инеменен құдық қазғандар, құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, би биленіп әнде бүгін шырқалар. Қош келіпсіз ақ жаулықтан алар, жүздеріңізде мейірім менен нұр тамар, алдарыңызда жау қазындай құлпырған, біз алаңсыз балғын шақты балалар. Ендеше кішкентай бүлдіршіндеріміздің білім өлкесіне қарай бастаған алғашқы қадамдары құтты болсын. Балалар, мен сендерге бір сұрақ қояйын. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппе оқулығына арналған тақпақтарымызды айтайық. Мейірхан Алихан. Рахмет саған әліппе, көп нәрсені үйреттің, таныстырып әріппен, тақылда сөйлеттің. Пернебек Көркем. Бір кітапқа бас болды, әліппе ғылым анашым, әліппеден бастауған даналықтың данасы. Алихан Алинұр. Келген алғыш мектепке, білмеші едік арапты, оқимыз қазір ертекте, үйреткен оны әліппе. Серік Аиша. Қошболқытта әліппен бар нәрсені үйреттің, таныстырып әріппен толқындатып сөйлеттің. Рымбай Мансұр. Әліппе білім лағы, әліппе білім шырағы, әліппе білім көзі, әліппе мұғалімнің асыл сөзі. Абдылахат Дінмұхамед. Он 6 желтоқсан тәуелсіздік алған күн, мерекеге ел тосқан, ата менен барғанмын, мерекеге шығады, бүкіл халық біліп қой, отандастырылғады, тәуелсіздік ұлық той. Қалыбек Алан. Керенде алғаш мектепке білмеш өдік әріптеп, оқымыз қазіртекті үйреткен ұны әліппе. Ермек Медина. Алфавитті өрендік, онда жүйе қауіп бар, біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Момын Ұлжан. Әліппе менің әліппем, сені қолға алып мен, есігін ашып мектептің ертеңгі сәуле жарықпен. Барлық кітаптың атасы әліппе. Бұл кітап бүкіл ғылым дүниесінің алғашқы жолы, білімге бастайтын сара жол. Әліппені алғаш қолға ұстаған сәттер бір адамның есінде ұзақ сақталарсы сөзсіз. Шашу, шашу, шашайық, ақ сандықты ашайық, бұл мереке қысын жасайық. Шашу, шашу, шашайық. Бірінші А сынып ұлдарынан Жаса Қазақстан флешмоб. Елін қорғап терлеген
ел береке туды жеңіске жол бастаған, елбасы тарихы мәңгі болсын дастаным. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің тәуелсіз елім ала. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің тәуелсіз елім. ертеде, ешкі жүні бөртеде, орманда екі үй болыпты. Біреуі көк, біреуі қызыл. Көк үйде дауыссыз дыбыстар, қызыл үйде дауысты дыбыстар тұрыпты. Олардың атасы әліпби деген дана болыпты. Осы екі үйдегі қызыл үйшіктегі әріптері дауыс шығарып көңілді тұрыпты да. Ал көк үйдегі әріптер үнсіз өмір сүріпті. Мұны көрген әліпби, мен осы екі үйдегі әріптерді араластырсам не болар екен деп ойланып, араластырыпты. Сөйтсе, ғажап бір жайға куә болыпты. Әріптері сөйлей жөнеліпті. Осылайша әріптерден сөз, сөздерден сөйлем пайда болыпты. Баяхмет Нариман. Атырауын айдына, Алтайтауын айымына, Астанамыз Астана, Алматымыз басқала. Бағлан Алдияр. Мұғалім мекеме, бұда мешік мекеде, матери бастауар мемлекет меке сүздели. Өміржан Ерасыл. Түн шымылдық ашқаннан, жымындайтын аспаннан, көп шырақты жұлдыздар жәрінен басталады. Нұржан Дамир. Оқитын әр жасатын, білімнен чегін қасатын, оқусы баудаг сауаты, білімнен чегін қасатын. Сейсенбек Арсен. Айтай, май, шай, сай, сөздір сонда клен и, атын оның қысқайы. Махмуд Арыс. Таныстырған әріппен, нау кітап әлпе деген аты оның басталған әрпінен. Жақыпбек Самғар. Мен деген ғаламнан әліппесін меңгерген келешекті қазақтың басталады біздерден. Амантай Айсұлтан. Сүпті жедім ғой, тәттікен дедім ғой, ілімсінің атауы әдебіс бастады ғой. Жиналған қауым таң қалсын, ән бимен шашу шашылсын, мың бұралған бишілер бимен кешті жалғасын. Ортада бірінші А сынып қыздарынан қазақ елі биі. Көлдей жалғаған қазақ
үшін туған ерден айналайын. Болмасаң өзің айбарым, мұратқа жетермен, түспесін төмен байрағың, төбеңе көтерген. Ғасырлап күткен армандай, теңдігім асқағын, ұлына алла жар болғай, еліңді бастаған киелі. Күлімдеп жатқан көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан жерден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Күлімдеп жатқан көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан жерден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Күлімдеп жатқан көлден, көкорай шалғын белден, құбыла соққан жерден айналайын. Әліппенің тойында әркім құштар ойынға, әріптер сыр ашады, қыздар әнге басады. Бірінші А сынып оқушысының орындауында Ермек Мединаның ертегілер әні. Ғажайып түс көрдім, таң ата мен бүгін, ертегі әлемнің қызығында жүрдім, мұрнына шомылдым бүгін. Жұлдыз айы көркем,
Өлтірдім бұтадан, агүрден бараман. Тасылмайтын тәтті сия келіп жатты, жан біткенін бәрі маған. Ертегілер, неге мені етпедіңдер? Әлемдеріні қажап кейін жетпедіңдер сендер. Ертегілер, неге мені етпедіңдер? Әлемдеріні қажап кейін жетпедіңдер сендер. Әліппемен қоштасуда бірінші сынып оқушылар үшін өмірдегі елеулі оқиға. Әліппенің арқасында 42 әріпті таныған оқушылардың қуанышы сіздің де көңіліңізге нұр құяды. Рахым Аяру. Әке жатты сен бізге үйреттің әліппе, бізге нағы жақын сен седен бірлік әріпті. Нұржан Амир. Қаста көрияғыз, қастан табас, байқамасан анықтап өз екен қағасы. Кеңес Айзере. Ізгілікті ойға тоқайтын, шәкір боп үздік қоқайтын, әліппе аты кемемен кезімен білім оқайтын. Дастан қызы Айлин. Әліппе даңғыл жол ашты, жаңалар пәндер жашты, әліппе сырын ұқтырған ақнасыз қалашты. Сейсен Алима. Мен алғаш алған әліппені қызығып қалай белдім әліптерге, мен үшін жұмбақ болып қалай белді, ұстазым оның кілтін алып белді. Санат Ирасыл. Әр сөздерді оқыған достар үшін мақтанам, рахмет айтып шаттанам, риза болып аттанам. Нұрлан Жасмин. Анастыға қы-кекі әліпте құспы менің қасиет әліп. Сені ақа өкез ұзаберінді тауыста атам, танасыны қығынш. Аманбек Айлин. Бос-бос үйті әліпте, бәрімізді сүйіп өткен, бала бада өркен. Әліппені ұстазға ба деміз көметпен. Бейбіт Алтынай. Әліппеме қош айтысып қаламыз, енді қолға басқа кітап аламыз. Ата, ана, қуанышымызға ортақ бұл, сауатты болып шықты, міне балаңыз. Өтті оқу сан сабақ, бүгін үлкен салтанат. Оқулықпен достасаң, әліппеміз қоштаспақ. Өңкей білгіш балдырған, құтты болсын тойларың дей отыра, бірінші А сынып оқушыларынан хор қош бол әліппем.
әліппені бітірді балаларым, әліппеден аралған даналарым, өзі оқып жазатын халге жетті, құтты болсын қадамы балалардың білімі құтты болсын, денсаулығы әр қашан мықты болсын, білімдерін әрі қарай дамытатын, ерінбейтін еңбекқор мықты болсын. Қымбатты шәкірттерім, сендердің білім баспалдағына өрлеген сапарларың сәтті, қадамдарың құтты болсын дей отырып, сендерді әліппе оқулығын сәтті аяқтауларыңмен құттықтаймын. Және әліппе пәнінен бар 42 әріпті танып, қызығушылықпен белсене оқыған үшін бірінші А сынып оқушыларын аздаған сыйлықпен табыстауға рұқсат етіңіздер. Уақыттарыңызды бөліп, қуанышымызға ортақтасып келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Қош, сау болыңыздар.